Сол баламды тоқтатып, багажнигін аштырып, артында газ тұрған. Біз оны газды қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Мына гаишниктермен болған оқиғаны біраз зерделеп сіздерге айтып түсіндіріп кетейін. Біраз түсінбей жатқан адамдар бар екен. Неге жасалдың, неге бүйттің деген секілді. Бұл енді ұры жүйенің таза саяси қудалауы деп есептеймін. Өйткені сол 31 күні наурыздың менің сағат кешкі сағат 6-та 4 адаммен кездесуім болған. Олар осы әлеуметтік желіде хабарласып, кездесейік, танысайық деген азаматтар болатын. Сол азаматтармен кездеспеу үшін бұлардың істеп тұрған қылмыстары, сол баламды тоқтатып, багажнигін аштырып, артында газ тұрған. Біз оны газды техпаспортте қойылу керек екенін, оны біз білмейміз да ғой. Мәшінді сол кредитка сатып алғаннан бері біз ол газ тұрған, біз газды өзіміз қолданбаймыз да. Оны техпаспортта тұру керек, тұрмау керек, оны біз білмейміз да, мысалы, естімегенбіз де ешқашан. Соны газ тұрды деп, сөйтіп нөмірін шешіп ап, 15 мрп штраф салып, сөйтіп істеген әрекеттер ғой. Соң ашуланып, оларды біраз түсіріп салған болатын. Негізі дұрыстап ұзағынан видео түсіріп салуым керек еді, елге түсінікті болу үшін. Жарайды, артылан түсіндіріп жатырмын ғой енді. Содан кейін ол жерде негізі ол гаишниктер енді А точкасынан Б точкасына жету үшін, например, нөмір шешіп алған соң бізге акт жазып беру міндетті екен олар. Олар актты жазып бермеді бізге. Соң акт жазып бермеген соң біз ол мәшінді СТО-ға эвакуатормен апардық. Мысалы 15 мрп штрафы бар. Еще оның акт жазып бермеген соң эвакуатор шақырдық. Эвакуатормен СТО-ға апардық. СТО-ға апарып газды шешкізген үшін тоже 30 мың теңге алды. Сонымен өзі 100 мыңның ар жақ бер жағы болып тұрмыз негізі. Соған қадалып. Ол жерде негізі былайда оңай халықтың тарабына шешкілер келсе, действительно осы гаишниктер халықтың жағдайын ойлайтын азаматтар бар болатын болса, олар сол жерде мына газда техпаспортта соғылмапты, мынау заңсыз деп сондай бір предупреждение ма, бір сондай керемет адамның жаны кетіп бара жатқан, немесе өліп бара жатқан ештеңке жоқ ол жерде. Бұл просто саяси қудалау болды негізі. Таза мені сол сағат 6-та кездестірмеу үшін нөмірін шешіп ап, осындай бір әуреленге салып, біраз 2 күн жүрдім, сонымен мазам кетті, біраз нервім шеттім. Соң істеген әрекеттері ғой, кездесуімнен тайдырды. Бұл саяси кездесу болған. Сол 4 азаматпен бірге отырып сөйлесіп, елдің қамы жайлы біраз ақылдасатын күн болған негізі. Ондай күндер кездесе бермейді. Күнді ұйымдастыра бере алмайсың. Біреу жұмыста, біреу анда, біреу мында деген секілді. Сондай жағдайлар негізі. Сол үшін бұл гаишниктердің істеп тұрған таза преступный приказ, саяси қудалау. Сол үшін осындай менің баламнан алып, әйтпесе біреулер жазып жатыр, балаң нарушение жасаған шығар. Ешқандай нарушение жасаған жоқ. Дәл осы гаишник видеода тұрған, ол әдейіге менің балама байлаулы деп ойлаймын, есептеймін. Өйткені осы 1,5 айға ғана болған балама права алғанына. Оқып алды, таза алды өзінің правасын. Үнемі осы гаишникіні тоқтата береді екен. Басқалар тоқтатпаған. Осы 6 мәрте тоқтатқан осы 1,5 айдың ішінде. Значит, бұл постоянно аңдып жүрді. Осындай бір нарушенияларын қарап жүрді. Бір керек кезде ұстап, мені бір тоқтататын жерлерде бір естіп тоқтатып отыруға осындай әрекет жасады деп есептеймін. Сол үшін осындай жағдай, құрметті ағайын. Біраз бұларда мені өзі бір тісім өзі бір жарты жыл болды ғой, босап жүргенді. Ары бері ерім мен езудің арасында ары бері балта тастап жүр мысалы. Осыған бір өзі бір 10 мың теңгені қимай жүргем осы тісті алғызып тастауына. Негізі тегінде жұла салатын нәрсе бұл. Укол да керек жоқ мысалы бұл тіске. Аяғы осындай әуреленге түсіп, осындай біраз шығынға келіп, бұлардың енді істеп тұрғаны осы таза саяси қудалау. Сол күні TikTok стримде отырып, бұны осы кездесуге бара жатырмын деп осы көптеген адамдар көріп отырған негізі. Сол адамдармен бірге барып кездесуге баруым керек болатын. Соған жеткізбеудің амалы қарама қарсы шығып, естіп осылардың істеп тұрған қылмыстары. Осыны дұрыс түсініңіздер. Содан кейін енді бұл біраз қаражатқа ұшырап кеттім. Көмектесем деген жандар болса, Каспий нөмірім 707 500